Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін көптен күткен видео, яғни сұрақ-жауап. Мен өзімнің біраз видеоларымда айтқанмын, сұрақ-жауап видео түсіремін, сондықтан менің кез келген видеоның астына сұрақ қалдырыңдар деп. Міне сол біраз сұрақ жиналған сияқты, егер тағы да сұрақтар жиналса, мен оны екінші бөлім қылып түсіремін. Ал енді бірінші бөлімді бастайық. Оны мен қазір телефоннан сұрақтарыңызды оқып, соларға жауап берем. Және мен бүгін барынша прям домашний атмосферный видео түсіргім келді. Сондықтан әңгіме айтып отырып, видеоны бірге тамашалайық. Так, мен соңғы видеом ол әрине 100 слоев блеска деген видео. Қазір осының астына комментарийларды оқиық. Дамира мен Айжанға сәлем жолдаңызшы. Дамира, Айжан, сәлем. Қандай мамандық таңдайсың дейді. Мен врач болам, яғни оның ішінен невропатолог врач. Қай бағыт таңдап жатсың? Екі ұқсас тема бір видеода екен. Әрине, врач болғаннан кейін химия, биология бағытын таңдаймын. Так, келесі видеоны қарайық. Атың кім дейді. Көбісіне қызық сұрақ шығар. Менің атым Мейірім. Әрине ютубым сондықтан Мейка деп аталады. Және инстаграмда неше оқырманың бар. Ал менің инстаграмыма кіріп келіп, неше оқырман сан барын көру үшін астына ссылкасын тастап кетемін, сол арқылы кіре аласыздар. Так, Аида Тугезбаева, неше жастасың, қай қаладансың дейді. Жасым 14-те, бір айдан кейін 15-ке толамын, тура бір айдан кейін. Қай қаладансың? Мен Тараз жақтан, бірақ Тараздың өзінен емеспін. Өзің жайлы айтып берші дейді. Егер қазір барлық сұраққа жауап берсем, өзім жайлы білетін шығарсыз. Бұны Дамира Культен қойыпты. Назерке Оспанова дейді. Руыңыз кім? Руым Қарағойлы. Так, келесі видеоның сұрақтарды қарайық. Мен мына комментарияға вообще күлкім келді. ASMR-ді сіз не екенін білгеннен қарайсыз, не екенін білмесеңіз, ол видео сізге қызық емес. Ал мынау Сәкен Қурамыз деген менің ASMR видеомның астына жазыпты. Даусынды шығарып сөйлеш, неге қолыңды жыбырлатасыз видеоның басында. Бөтте, мынау вообще сұрақ потолок болды. Сұрақ емес енді, комментарий кешіріңіздер. Так, келесі видеоны қарайық. Бүгін сәл қысқалау видео болатын сияқты. Көрейік енді. Так. Қай қаладансыз? Уже екінші сұрақ, Тараз жақтанмын. Келесі видеоңызда Гүлжайна, Баян, Меруерт, Олжанға сәлем жолдаңызшы. Гүлжайна, Баян, Меруерт, Олжан, сендерге сәлем. Менің видеомды қарап, лайк басып жүргендеріңе рахмет. Так, уже кейбір нелерде сұрақтар аздау екен, бірақ бәріне жауап беруге тырысайық, барлығын қарайық. Так. Бүгін что-то тамам қарылып тұр. Отбасыңызда неше адам? Отбасымда 6 адамыз. Папам, мамам, сосын менен кейін бір сіңілім, інім, сіңілім. Қай жылғысың дейді. Мен 2005-пін. Қазір жасым 14-те, бір айдан кейін 15-ке толамын. Так. Нешінші сынып оқисың? 9-шы сыныпты бітірдім. 10-шы сыныпқа көштім. Мен 11-ге дейін қаламын. Егер алдыңғы видеоламды көрсеңіздер, оған біразына жауап бергенмін, Так, келесі блог түсіруді қашан бастадым. Менің мына каналым ең алғашқы видеосын мен 2019 жылдың 26 мамырында салғам. Яғни мектепті бітірдім, содан уже қолым босай бастады ғой. Мен видео түсіруге көштім. Басында мен бір
қатты серьезный қарамайтынмын. Үйдегілерді типа енді не істейсің деген сияқты айтатын маған. Бірінші тірліктерді бітір, сосын видео түсіресің. Ал уже мен бұл нәрсеге серьезно қарай бастадым, яғни видео түсіруді серьезно қарай бастағаннан кейін, уже бос уақытын барлығын видео түсіруге арнағаннан кейін үйдегілер де еш қарсылық білдірмеді. Негізі маған мүлде қарсылық білдірмеген. Еш қарсылық білдірмеді. Видео түсіремін деген кезде үйде бәрі тып-тыныш, мен бөлмеме ешкім кірмей деген сияқты. Иә, бұл және мен алдында бір каналым болған, тоже аты осындай болатын, Мика DIY деген. Ол каналымда да біраз подписчик жиналған, бірақ мен телефон ауыстырдым, яғни басқа телефон алып, ол каналға кіре алмай қалғаннан кейін бір қыз менің каналымды взломать етіп алыпты. Ең қызығы, ол қыз дәл мен мектебімнен екен. Өзінің видеоларын сала бастады жаңа жылда. Мен содан таныдым, мектепте салған видеосынан. Негізі олай жасауға болмайды. Мен ол каналда біраз өзімнің еңбегіммен аштым, видео салдым. Біреудің еңбегін бағалау қажет, сондықтан дайын подписчиктер үшін олай канал взломать етудің қажеті жоқ. Бірақ мен сол телефонын тауып, қайттан кіріп, ол қыздың атын бәрін ауыстырып, мен де оған, солай істедім енді. Ояқта біраз видео бар еді, мен видеоларын бәрін удалить етіп тастаған. Солай. Тағы бағана бір қыз сұрапты ғой, өзің жайлы айтып беріңізші деп. Шын есімім, енді аты жөнім Жаппаса Мейірім. Қазір 14-темін, 9 сыныпты бітірдім. Тағы бір нәрсе айтамын деп тұрмын. Ұмытып қалдым, короче. Қазір осы видео YouTube каналға байланысты сіздерге біраз нәрсе айтқым келіп тұр. Негізі ұялмау керек, себебі мен бір жерден оқығам, ешкім блогер болып тумайды ғой деген. Өте дұрыс айтылған, ешкім блогер болып тумайды, барлығы оған практика арқылы солай жетеді. Мен де басында өзім түсіруге ұялатынмын, одан кейін кімнен ұяламын дедім. Сондықтан мен қазір өзімді еркін түсіре аламын, өзіме қалаған видеоларымды түсіремін. Алда әлі өте көптеген қызық видеолар түсіремін. Сондықтан менің видеоларыма лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер. Ал сіздермен болған мен. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.